деген жан-жақты болу керек. Себебі 21 ғасырда елді сүю, патриот болу бір ерекшеліктері бар. Қанша дегенмен біздің жастар патриоттыққа ерекше көзбен қарау керек. Себебі біз болмасақ, онда кім болады? Біз елді қорғамасақ, кім қорғайды? Біз отанымызды сүймесек, кім сүйеді? Қазақстан мақтаныш болар бай мемлекет. Сондықтан бізге көз тігіп жатқан көп жан-жақты. Іштегі дұшпан былай алатын болсақ, сырттағы дұшпандар көп. Сондықтан егер біз патриот болмасақ, онда елді кім дамытады? Елдің, Қазақстанның, қазақтың тарихын кім жалғастырады? Сарбаздардың күнделікті қызметтері таңертеңгілік жаттығудан басталып, ары қарай қарауылдыққа шығудың дайындығымен жалғасады. Дайындық немесе тәжірибе сабағы арнайы қосылу үшін әрине біздің міндетті түрде әскерлеріміз мықты болуымыз керекпіз. Және де осы жастардың арасында әскерлікке деген сүйіспеншілік, қанша дегенмен біздің ата-бабамыз осындай үлкен байтақ елімізді, кең байтақ елімізді, қазақтың дархан даласын осыны қорғап келген әскер. Сондықтан менің ойымша дамыған ел болатын болсақ, әскеріміз мықты болу керек. Әрине әскери жағынан алатын болсақ, жастардың рөлі ерекше. Себебі міндетті түрде біздің ойша бұл парызда, борышта. Себебі бір қазақтарда сөз бар ғой, отанды сүю ол иманнан, ал иманды алатын болсақ, ол имандылық, жалпы тәрбиелік, ол жанұядан. Сондықтан менің айтатын ойым, егер біз тәрбие арқылы отанды сүю қасиеттерін балаларымызға үйретпесек, онда ел болу қиын. Сондықтан да менің ойымша 21 ғасырда біздің Қазақстанда әскери армиямыз өте дәрежелі, профессионалды түрде